Салем достар, бұл Online English KZ. Today we are going to learn the pronunciation of ed, id. Сәлем достар, бұл Online English KZ, сіздермен бірге мен Айбек. Енді бүгін бізде британиялық мұғалім Мэрис бізге ed-дің немесе d-дің сөз соңына қалай жалғану керектігін үйретеді. Мысалы, бізде дұрыс жетістікке өткен шаққа қойған кезде, мысалы, play болса I play болса I played. Мысалы, I work болса I worked. Яғни бізде бірақ қазақ тілді аудитория көбіне I played, I worked деп, яғни еді деп шығарып айтады, я? Яғни мысалы I stopped деп айтады, я? Ол негізінде дұрыс емес. Яғни қалай дұрыс болу керектігі туралы қазір Мэрис айтатын болады. There are three ways to end words with ed. The first is id, the second is t, and the last is d. For example, wanted, founded. When you have a T or a D sound, you end with id. Wanted, founded. Егер сөз D немесе T дыбыстарына аяқталып, оған ed жалғанатын болса, оның оқылуы id деп оқылады. Яғни I wanted немесе the film ended. Яғни өздеріңіз байқасаңыздар, D немесе T мен аяқталатын болса, оған id деп жалғанады. Яғни ed жалғанады, бірақ оқылуы id деп оқылады. The next group follow sounds like s, h, k, and p. Қазақ тіліндегі қатаң дауыссыз дыбыстар бар ғой. Мысалы, k болсын, s болсын, немесе p болсын, осы дыбыстардан кейін ed келетін болса, ол t ретінде оқылады. Мысалы, stop, stopped, kick, kicked. Байқасаңыздар, yet, яғни kicked, stopped деп оқылмайды, stopped, kicked деп оқылады. Fixed, kicked, dropped, sniffed. There is no id sound, it is t. Fixed, kicked, sniffed, dropped. The last group end in d. Сөз t немесе d, немесе қатаң дыбыстар бар ғой. P, K, S, CH, SH, X пен аяқталмаса, қалған жағдайларда d деп оқылады. Мысалы, played, played емес, played, failed, яғни d ретінде ғана оқылады. Сонда байқағанымыз, яғни дұрыс жетістікті өткен шаққа ауыстырған кезімізде ed жалғайтын болсақ, оның оқылуларын бүгін үйрендік деп ойлаймын. Managed, find, halved, jogged, filled, doomed, and find. The last group end d. Managed, find, halved, jogged, filled, doomed, find. Thank you for your attention. I hope this helps. Bye-bye.